Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге тағы да жаңа сабақ ұсынайын деп отырмын. Бұл сабақта сіздер компьютермен қалай жұмыс істеу керек, яғни жалпы компьютер деген не, сол тақырыпта сабақ алатын боласыздар. Ендеше бастайық. Өздеріңіз білетін, бізде екі типтегі компьютерлер бар. Біріншісі ол бізде дербес компьютер, яғни үстел компьютері деп айтады, немесе орысша ПК, персональный компьютер деп айтады. Ол яғни бірнеше бөліктерден тұрады, ал жерде монитор, жүйелік блок, перне тақта, тышқан деген сияқты. Ал екіншісі бізде ноутбук. Соңғы кезде ең көп қолданылатын бұл бізде ноутбук, яғни ноутбукты кез келген жерде алып жүре беруге болады, ол бізге өте тиімді, ыңғайлы. Яғни осы екі құрылғыны біз компьютер деп айтамыз. Компьютер немесе ноутбук шығаратын бізде ірі компаниялар бар. Олар бізде Asus, Acer, Lenovo, HP сияқты. Яғни өздеріңіз күнделікті кездестіріп жүрген модельдер, брендтер. Яғни осы компаниялар бізде тек қана құрылғыларды шығарады. Олар шығарған компьютер немесе ноутбуктар заводтан шыққан кезде, былайша айтқанда оларды қоссаңыз, еш нәрсе пайда болмайды. Компьютерді қосқан кезде тек қана қара экран болып тұрады, болды. Яғни олар құрылғыны солай жасап шығарады. Ал құрылғыны қолданып, одан жаңағыдай изображение пайда болу үшін, видеоларды көру, яғни интернетке кіріп, бірнеше дыбыстарды есту үшін бізге компьютерді басқаратын операциялық жүйе керек. Операционный система деп айтады орысша. Яғни енді осы операционный системаны басқа компаниялар шығарады. Microsoft, Apple және Linux енді ол компания емес. Яғни осы үш операциялық жүйе осы компьютерлерде орнатылады. Қарапайым халықтың арасында оны былайша программа деп те айтады. Бірақ оны программа демейміз, ол бізде операциялық жүйе. Яғни бүгінгі сабақта сіздерді сол операциялық жүйемен таныстырамын. Бірақ қазір бұл сабақта енді сіздерге ол операциялық жүйелердің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар, қандай қызмет атқарады, қандай түрлері бар, ол туралы ақпарат айтылмайды. Оның пока бізге ешқандай қажеті жоқ. Бұл жерде тек қана компьютермен қалай жұмыс істейміз, сол туралы айтылады. Бірақ кейінгі уақыттарда сол операциялық жүйелер туралы, басқа да нәрселер туралы бөлек видео болады, сол кезде анықтап қарасаңыздар болады. Ал біз қазір тек қана Windows операциялық жүйесімен жұмыс жасаймыз. Оның да көптеген түрлері бар, бірақ соңғы кезде ең көп қолданылатын, қолданыста жүрген операциялық жүйе ол Windows 10 версиядағы операциялық жүйесі. Біз сол Windows 10 мен жұмыс істейтін боламыз. Бұл сабақ тек Windows 10 операциялық жүйесіне арналған, яғни бұл сабақта жаңағыдай жұмыс істеп, менімен бірге қайталап көру үшін сіздерде міндетті түрде Windows 10 операциялық жүйесі болу керек. Егер де сізде одан алдыңғы немесе Windows 7, 8, 8.5 сияқты версиялары болса, негізінде болады тоже осы менің әрекеттеріммен қайталауға, бірақ сіздерде изображение сәл басқаша болуы мүмкін. Бірақ желательно Windows 10 болғаны дұрыс. Ал енді артық әңгімені тоқтатып, жұмыстың барысына көшейік. Бұл жерде бізде, яғни менде Windows 10 операциялық жүйесі орнатылған. Windows 10 операциялық жүйесінің көрінісі бізде осындай болады. Бірақ та сіздерде изображение немесе жаңағыдай артқы фон дейді ғой, задний фонда басқа сурет тұруы мүмкін. Мысалы, мына жерде басқа да программалар болуы мүмкін. Онда тұрған ешқандай қиындығы жоқ, проблема жоқ. Яғни изображение, дизайн әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бұл менде ең стандартты Windows 10-ның өзінің жаңағыдай суреті қойылған, яғни осындай инструменттер тұрады. Ең бастысы бұл жерде назар аударатын осы, яғни төрт бұрышты осы область бізде рабочий область, рабочий стол деп аталады. Рабочий столда бізде бағдарламалар немесе жаңағыдай приложение, документ, әртүрлі нәрселер орнатылады. Бұл сіздерде көп болуы мүмкін, немесе аз болуы мүмкін. Яғни кез келген қолданушы өзіне керекті программасын осы жерге шығарып қойса болады. Бұл жерде бізде бұларды, яғни ярлык деп айтады. Ярлык немесе папка әртүрлілер болуы мүмкін. Бұл жерде мынау пустой жер рабочий стол, рабочий область экраны. Бұл жерде сіздер екі әрекет істей аласыздар. Біріншісі, мышканың сол жақ батырмасын бассаңыздар, сіздерде осындай бір нәрсені белгілеп алу, яғни выделение операциясы орындалады. Бұны мысалы қанша рет бет баса берсеңіздер де бұл еш нәрсеге влиять етпейді. Так, мен бір нәрсені қайталап айтайын. Бұл сабақ компьютерді енді үйреніп, жалпы компьютер туралы ешқандай ақпарат білмейтін, мен компьютерді жұмыс істей алмаймын дейтін адамдарға арналған. Мысалы, кейбір көрермендер болуы мүмкін, бұлардың бәрін не үшін үйретіп жатыр, мен бұның бәрін білемін ғой деген сияқты.
Тағы да қайталап айтамын, бұл курс компьютерді, яғни операциялық жүйені ең басынан бастап тізбектеп, ненің не екенін нақты әрі түсінікті айту үшін арналған. Сол үшін егер де сіздер осының бәрін білетін болсаңыздар, басын тез өткізіп жіберсеңіздер болады. Ендеше сабағымызды жалғастырамыз. Яғни мен жаңағыдай айтып өткенім, бұл бізде выделение. Бұны экранда қанша рет осылай выделить ете берсеңіздер, ол еш нәрсеге, яғни влиять етпейді. Былайша айтқанда, компьютер одан бұзылып қалмайды. Екінші әрекет, ол мышканың, яғни оң жақ батырмасын басамыз. Сол кезде бізде осындай кішкентай меню шығады. Бұл менюда көптеген жаңағыдай функциялар, операциялар орналасқан. Әрқайсысының ішінде тағы да сондай дополнительный менюлар бар. Бұл туралы келесі сабақтарда айтам. Пока бірден бастарыңызды қатырмай-ақ қояйық. Яғни біліп жүріңіздер, мышканың сол жағын бассақ, бізде выделение, яғни ол үшін мышканы басып тұрып, тартып, мышканы қайтып жібереміз. Бұл просто выделение. Мысалы, осылай біз мына жердегі ярлыктерді выделить етсек болады. Әрқайсысының арқасында осындай прозрачный төртбұрышты блоктар пайда болады. Яғни бұл жерде мен барлық нені белгіледім программаларда. Енді осының мышкамен осылардың үстінен басып тұрып, мен мысалы ортаға жылжытсам болады. Яғни мына жердегі программалар маған мына жерге орнатылды. Немесе мына жерде бірнеше тағы программаны алып, оны осы жаққа қойсам болады. Бұл дегеніміз не? Яғни осы жерде орнатылған менің барлық программаларымды мен қай жерге орналастырсам да өзім білем, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Яғни қай бұрышқа, қай положениеге қойсаңыздар да, ол программалар істемей қалып, ондай болмайды. Кәдімгідей істей береді, бірақ өздерінің қалауыңызша осылай орналастырсаңыздар болады. Енді бізде мысалы бір документ қазір ортаға шығарып қойын. Бұл бізде папка. Мен жаңа айттым, мышканы жаңағыдай сол жағын бассақ, ол выделение, жай ғана басылу, оң жағын бассақ, меню шығады деп. Бұл осы пустой жерге арналған. Енді бұны документтің үстінен бассақ та болады, бірақ документтің үстінен басқан кезде бізде уже сәл басқаша әрекеттер орындалады. Егер де документтің үстінен бір рет бассаңыздар, яғни папка немесе программаның папканың үстінен бір рет бассам, менде осындай папкам ерекшеленеді. Яғни мен осы документті таңдап алдым. Бұл таңдап алды деген себебім, мен бұны қазір осылай әр жаққа жылжытсам болады. Кейбір әрекеттерді орындағанда менде осы тек қана таңдалған документке ғана орындалады сол әрекеттерім. Бұл бізде мышканы бір рет басу. Ал енді мышканы тез-тез екі рет бассақ, бізде жаңағыдай документ ашылады. Мысалы, кейде компьютерді білмейтін адамдарға енді үйретіп атсаң, документ аш десең, мысалы, бір рет басады, немесе жаңағыдай екі рет бас десең, бір, екі деп жай басады. Олай жай баспаймыз. Яғни бәрі біледі деп ойлаймын бұны. Бұнда тұрған еш нәрсе жоқ. Бір рет бассақ, ол бізде выделение. Екі рет тез-тез бассақ, ол бізде папка ашылады. Енді документтің үстінен мышканың оң жақ батырмасын басатын болсақ, бізде тағы да осындай меню шығады. Енді мынаған қарайық. Егер біз пустой жерде мышканың оң жағын басатын болсақ, бізде меню шығады, бірақ бұл жерде басқа меню шықты. Вид, сортировка, обновить, отменить новые, графические характеристики, параметры графики. Яғни осы жерде бізде осы меню тұр. Ал енді мен мышканың оң жағын документтің үстінен басатын болсам, уже бұл жерде басқа меню шығады. Открыть, проверка с использованием Microsoft Defender, мысалы добавить архив, отправить, вырезать, копировать деген сияқты басқа меню шығады. Бұл тек қана бұл документтерге емес, осы жерде тұрған приложениелерге де арналған. Мысалы, мына Google Chrome'ның үстінен мышканың оң жағын бассақ, оған тиісті меню пайда болады. Ал мына жерге келіп, бос жерге басатын болса, бізде уже басқа меню пайда болады. Енді келесі бізде нижний панель, яғни мына осы астында тұрған қара панель. Бұл жерде көптеген бағдарламалар және көптеген ақпараттар орналасқан. Бұл осы қара дизайндағы, немесе басқа да түс болуы мүмкін. Міне осы төртбұрышты знак тұр мына жерде. Бұл бізде Windows 10 операциялық жүйесінің панелі, яғни осыған қарап Windows-тың версиясы қандай екенін анықтауға болады. Мысалы, Windows 8, 7-де дизайндар сәл басқаша болады. Бірақ жұмыс істеу принциптері барлық Windows-та бір. Енді бұл жерде бізде нижний панельде басынан бастап айтып өтейік, яғни сол жақтан бастап.
сол жақ төменгі бұрышта бізде пуск орналасқан. Бұл бізде компьютердегі ең маңызды компонент, яғни меню. Пусктың үстінен бір рет бассаңыздар, сіздерде осындай меню пайда болады. Бұның ішінде барлық компьютер туралы ақпараттар бар, компьютерде орнатылған бағдарламалар, суреттер, яғни компьютеріңізде не бар, барлық нәрсе осы пусктың ішінде болады. Пуск туралы кейінірек айтамыз. Бұл пуск. Бұл ешқайда кетіп қалмайды, ешжерге жаңағыдай жоқ болып кетпейді. Барлық компьютерде ол пуск бар. Пуск сол жақ төменгі бұрышта орналасқан. Және оның қасында бізде осындай лупа, поиск осындай терезесі орналасқан. Бұл мүмкін сіздерде тек қана лупаның өзі болуы мүмкін, немесе болмауы да мүмкін. Онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Себебі әртүрлі қолданушыларда осы Windows-ның осы жері әртүрлі настроить етілген. Бұл менде бұл жерде сразу осындай жазатындай болып шығып тұр. Яғни бұны бассақ тағы да басқа нәрселер шығады. Бұл туралы тоже кейін айтатын боламын. Оның қасында уже жаңағыдай поисктен бастап, мына жердегі бағдарламалар, осы жерде тұрған нәрселер сіздерде басқаша болуы мүмкін, немесе бұлар болмауы да мүмкін. Тоже жаңағыдай бұны адамның жаңағыдай қолданушының өзі шығарып қояды. Бұл жоқ болса, оның ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, менің компьютерімде бұлар жоқ қой деп сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Жоқ болса, қайтып осы жерге сақтап қоюға болады. Бұл жерде менде маған ең керекті, көп қолданылатын жаңағыдай бағдарламаларым орналастырылып тұр. Но бізде Cortana, яғни ол Microsoft-тың өзінің ассистенті деп айтсақ болады. Жалпы айтқанда, осы жердегі программалар, яғни не важно. Бұл сіздерде болса да, болмаса да не важно. Осы жерге сіз өзіңізге керекті ойындарды немесе жаңағыдай программаларды сақтап қойсаңыздар болады. Осы жерге дейінгі ара қашықтықта олар орналасады. Келесі бұл жерде погода, яғни далада неше градус екенін көрсетіп тұрады. Бірақ оған жаңағыдай мышканы апарып, немесе үстінен бассаңыздар, тағы да осындай дополнительный информация шығады. Бірақ сіздерде бұл болмауы да мүмкін бұл жерде. Бұның негізі өзіңіз шығарып қоясыз керек болса, немесе алып тастасаңыз да болады. Қалай қосу керектіктерін кейін келесі сабақтарда көрсетемін. Бұл жерде яғни қысқаша жаңалықтар, мысалы мына жерде криптовалюта туралы, спорт туралы әртүрлі жаңалықтар немесе рекламалар көрсетіліп тұр. Және де осындай менің тұрақты адресімнің осындай қаланың, мысалы Шымкент қаласының погодасын көрсетіп тұр, қанша екенін. Бұны да яғни настроить етіп, тағы дополнительный нәрселер қосуға болады. Ол туралы тоже кейін айтатын боламын. Одан кейін келесі бізде осындай жоғарыға қарап қалған стрелка тұрады. Так, мына осы жердегі. Бұл бізде трей деп аталады. Бұны бассаңыздар, тоже кішкентай төртбұрышта осындай терезе шығады. Трейдің ішінде бізде постоянно компьютер қосылған кезде, яғни автозапускпен компьютермен бірге қосылатын программалар тұрады. Ол программаларды сіз қоспайсыз, яғни ол программалар өзі қосылады. Ол біздің компьютердің жақсы жұмыс істеу үшін керек программалар. Бірақ сіздің кейінгі ашқан жаңағыдай дополнительный программаларыңыз осы жерде шығады. Яғни компьютердің жұмысына байланысты программалар осы жерде көрініп тұрады. Бұл туралы да нақты кейін айтатын боламын. Оның қасында микрофон. Бұл тоже сіздерде болмауы мүмкін. Бұл менде шығып тұр. Себебі мен қазір видео запись жасап жатырмын. Микрофонмен дыбыстарды басып жатырмын. Сол үшін менде осы шығып тұр. Микрофоннан кейін бізде батарея. Яғни менде қазір ноутбук. Компьютер болса, компьютерде бұндай батареяның значогы шықпайды. Мен ноутбукта отқаннан кейін менде ноутбуктың жаңағыдай зарядын көрсететін батареяның белгісі тұрады. Үстінен бір рет бассаңыздар, батарея туралы анықтама береді. Бұл жерде қазір менде ноутбугым зарядкада тұр, яғни 50% көрсетіп тұр. Егер зарядкада тұрған болса, батареяның арқасында осында розетканың суреті тұрады. Бірақ батареяны жаңағыдай суырып тастайтын болсақ, осы знак, зарядканы суырып тастайтын болсақ, осы знак бізде кетеді. Мысалы, қазір менде зарядкада тұр, зарядтан суырамын, уже менде тек қана батарея. Енді менде компьютердің батареясының, ноутбуктың батареясының заряды кетеді. Блок питанияны қайттан розеткаға салам. Менде осылай ноутбук зарядке қойылған знак шығады. Енді осының ішінде бізде ноутбуктың батареясын, яғни 3 режим берсек болады. Мына жерде автономность және производительность деген 3 уровень бар. Бұл жерде жаңағыдай үшеуінің кез келгенін таңдасаңыз болады. Бұл шкала автономность деген бұл эконом энергии.
ноутбугуңуз сәл жай істейтін болот, бирок токту өтө аз пайдаланатын болот. Средний ол көп эмес, аз эмес, өтө тиімді, жаңағыдай тиімді количествода пайдаланат. Ал производительностьке коятын болсоңуздар, уже токту көп жейт, компьютер катты кызады, бирок компьютер жылдам жұмыс істейтін болот. Бул эми андай оюн ойногон кезде немесе кыйын бир аракеттерди істейтин кезде керек болот. Бирок обычный жұмыс істейтин кезде осы оптимальный производительностьке коюп коесуздар. Ал эгерде сиздер жаңагыдай ноутбукту сыртта башка жерде алып жүрөтүн болсоңуздар, колдоруңузда розетка болмаса, онда автономныйга коюп койсоңуздар болот. Осы аркылуу эми компьютер жай истесе да интернетке кирип, немесе документтер менен жұмыс істөөгө болот. Ол кезде ноутбук катпайт. Бирок оюнда жаңагыдай катуу мүмкүн. Бирок батарея менен жүргөн кезде оюн ойноого мен сиздерге совет бермейм. Яғни осы экономный режимге койсоңуздар, батареяңыз өтө узакка шыдайт. Ал сетте турган кезде осындай оптимальныйге коюп коебуз. Келесі бізде Wi-Fi, яғни Wi-Fi-дың значогу. Сет интернетке косулуп турма, косулуп турган жокпа, сону көрсөтөт. Бул жерде казыр мен Wi-Fi-га косулуп турмун, сол үчүн менде осындай антеннанын сүрөтү чыгат. Ал эгерде сиздер кабельный интернетке койсоңуздар, онда сиздерде мынандай знак чыгып турады. Мен казыр Wi-Fi-га косулуп турмун, сол үчүн менде осындай антеннанын знагы чыгып тур. Үстүнөн бир рет басамыз. Яғни мен қазір қандай Wi-Fi-га косулуп турганым көрүнүп тур. Енді осы жерде интернеттің параметрлерин дурустайтын, яғни тағы да дополнительный настройкасына кірсек болот. Ол тууралуу да кийинирээк айтамыз. Бунун ичинде бизде 3 режим бар. Биринчиси Wi-Fi, яғни Wi-Fi көк болуп тур. Ол менде қазір Wi-Fi косулуп тур деген сөз. Буну өчүрүп тастасак, Wi-Fi истемей калат, яғни Wi-Fi'ди өчүрүп коебуз. Келесі режим в самолете. Бұл бізде интернеттегі ноутбуктағы барлық сетті өшіріп тастайды. Яғни Bluetooth, Wi-Fi немесе тағы да бір сеттер болатын болса, барлық сетті өшіріп тастайды. Режим в самолете. Кәдімгі бізде смартфонда, телефондағыдай режим. Үшінші мобильный хотспот деген бұл егер сіздің ноутбугыңыз жаңағыдай кабельный интернетке қосылып тұрған болса, мобильный спот, яғни сіздің ноутбугыңыздың өзі кәдімгі телефондар сияқты Wi-Fi шашады. Яғни кез келген смартфонмен, өзіңіздің телефоныңызбен осы ноутбуктың өзіне Wi-Fi-га косулууга болот. Бул өтө тиімді, өтө пайдалуу нерсе. Бул тууралуу да кийин айтатын болом. Келесі, одан кийин бизде громкость, яғни дауысты көбөйтүү немесе азайтуу. Буну эми бул жерде айтатын эч кандай көп акпарат жок. Бул кәдимгидей дауысты регулировать этебиз. Онун касында турган бизде раскладка клавиатуры. Сиздер жаңағыдай интернетке кирип, браузерге немесе документке жазганда, сизде кандай тилде жазылуу керек, сол көрсөтүлөдү. Яғни қазір менде русский және английский екі тіл бар. Русскийге койсок, мен тек қана орыс әріптермен, жаңағыдай қазақ немесе орыс әріптермен жазам. Ағылшын тіліне коятын болсак, тек ағылшынша жазылат. Бұнда қалай настроить ету керек, дополнительный тілдерді қалай қосамыз, келесі сабақтарда айтамын. Одан кейін бізде қазір келесі бізде уақыт және дата. Сондай қысқаша ақпарат беріп тұрады. Мысалы 17-тен 48 кетті. 3-ші күн 9-ші ай 2012 жыл. Үстінен бір рет бассаңыздар, сіздерде осындай календар шығады. Төбеде бізде уақыт көрсетілген, бүгін қандай күн, қандай жыл екені. Ал мына жерде бізде кәдімгі календар. Осылай календарды пайдалансаңыздар болады. Мына жерде стрелка жоғарыға төменге деп тұр. Жоғарыға бассаңыз, алдындағы даталарды көрсеңіз болады. Төменге бассаңыз, келесі даталарды көрсеңіз болады. Бұл туралы да нақты келесі сабақтарда айтып өтемін. Одан кейін бізде ең соңғы нижний панельде орналасқан уведомление. Үстінен бір рет бассаңыздар, сіздерде осындай компьютердің, ноутбуктың өзінің сізге деген хабарламалар шығады. Мысалы, бұл жерде компьютерге қосылған жаңағыдай USB шнурлар шығады, немесе антивирус болса, антивирус жаңағыдай компьютерді тексеріп шығады, сол ақпарат береді, немесе жаңағыдай интернеттен түскен уведомлениелер. Мысалы, сізде почта болуы мүмкін, почтаға хабарлама келсе, бәрі осы жерде уведомление, яғни бізде смартфон, телефондағыдай уведомлениелер осы жерде жиналады. Және де мына жерде біздің ноутбуктың жаңағыдай қосатын параметрлері бар.
кәдімгі смартфонның төбесіндегі шторканы түсіргенде шығады ғой бізде Wi-Fi, Bluetooth қосатын, өшіретін сол несі. Мысалы, ночной свет, мобильный хотспот, подключение, сеть Wi-Fi, все параметры, режим в самолете. Осының бәрін қосып өшірсеңіздер болады. И мына жерде бізде яркость, компьютердің яркостін көбейтіп, немесе азайтсақ болады. Осы ползунок арқылы. Ол бізде осы уведомлениенің ішінде орналасқан. Бірақ сіздерде сәл басқаша болуы мүмкін. Мына жерде мысалы свернуть деп тұр. Сіздерде былай болып тұруы мүмкін. Уведомлениені ашсаңыздар төртеуақ болуы мүмкін. Менде неғып төртеуақ десеңіздер, развернуть дегенді басасыздар. Развернуйтті басқан кезде бізде осылай шығады. Бұл бізде нижний панель. Нижний панель туралы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше келесі нәрселерді айтайық. Мен қазір сіздерге рабочий стол туралы қысқаша ақпаратты беріп өттім. Яғни, егер түсінбеген жеріңіз болса, қайтадан видеоны қайталап көріп, өзіңізге керекті жаңағыдай жаттап алатын нәрселерді, ләжіп алатын болса дәптерге немесе басқа нәрсеге жазып алып, соны жаттап жүрсеңіздер, кейін өздеріңізге оңай болады. Жаңа мен айтқан нәрселерді бір-екі рет қайталап көріңіздер, практиковаться етіңіздер. Сол арқылы сіздер тезірек компьютерді, яғни ноутбукта операциялық системамен жұмыс істеуді үйренесіздер. Енді тағы да бір айтып кететін нәрсе, әр компьютердің өзінің жаңағыдай характеристикасы болады. Соны қалай көреміз? Мысалы, сізде қандай операциялық жүйе орналасқанын көру үшін, мысалы, бұлай түріне қарамай, нақты қандай операция орнатылғанын көру үшін, мынандай әрекетті орындасаңыздар болады. Клавиатурадан, мысалы, Win, E деген кнопканың комбинациясын бассаңыздар, сіздерде осындай проводник шығады. Енді осы проводник шыққан кезде, сол жақта осы орналасқан списоктен этот компьютер деген тауып аласыздар. Этот компьютердің үстінен бір рет басасыздар. Сосын сіздерде мына жерде дискілеріңіз шығады. Осы жерде осы астында ақ пустой орынға мышканың оң жақ батырмасын басасыздар. Сосын сіздерде осындай меню шығады. Менюда ең астында тұрған свойства несін параметрін таңдаймыз. Вот осы свойстваның ішінде сіздің компьютеріңіз туралы қысқаша, яғни компьютер емес, операциялық жүйе туралы қысқаша ақпарат, мәлімет жазылған. Мысалы, мына жерде менде Windows 10 деп тұр. Яғни менің операциялық жүйем ол Windows 10 версия. Мына жерде выпуск Windows 10 Pro, яғни менде профессиональный версиясы Windows 10-ның ең мықты версиясы. Басқаларда әртүрлі болуы мүмкін. Бұл для образовательных учреждений деген бар, домашний деген бар. Бірақ особо ешқандай қиындық жоқ. Домашнийда ол басқа версияларда Windows-тың тез жұмыс істейді. Яғни корпорация Microsoft корпорациясы жасап шығарған. Және оның астында система туралы қысқаша ақпарат бар. Мысалы, мына жерде процессор, ОЗУ, установленная память, тип системы, перо и сенсор туралы көп ақпараттар орналасқан. Осының бәрін, яғни кімнің компьютері мықты, кімнің компьютері слабый, яғни сол туралы қалай білуге болатынын келесі сабақтарда сіздерге айтатын боламын. Достар, яғни видео ұнаса, лайк басып, барынша комментарий қалдыруға тырысыңыздар. Себебі неғұрлым видео популярность көп жинаған сайын, менде келесіде видеоларымды көп шығарып тұрамын. Яғни бұл компьютерлік курс апта сайын шығып тұрады, яғни әр аптада жаңа сабақ шығып тұрады. Примерно бір 10 шақты бөлімнен тұруы мүмкін, бірақ сол видеоның ішінде мен сіздерге барлық жаңағыдай ақпараттарды нақты айтып түсіндіремін. Мысалы, қалада неше түрлі компьютерлік курстар бар. Мысалы, әр курстардың бағалары өте қымбат, білесіздер. Бірақ сол курста үйретілетін нәрселердің барлығын мен сіздерді осы жерде үйретемін. Яғни каналдан колокольчикті басып жаңағыдай неғып қойыңыздар, чтобы сіздерге постоянно сразу информация келу үшін, чтобы мен новый видео салғаным туралы. Ендеше баршаңызға назарларыңызға рахмет, достар. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Барынша видео популярность жинасын, соғұрлым мен тез видеолар саламын. Осылай жеңіл компьютерді үйренулеріңізге болады. Ендеше қош сау болыңыздар.